Бойынан электр тогун өткізетін денелер электр өткізгіштер, ал өткізбейтіндер электр оқшаулағыштар деп аталады. Электр тогын оқшаулағыштарға шыны, пластмасса, ағаш, фарфор және резеңке жатады. Заттардың бұл қасиеті күнделікті өмірде жиі қолданылады. Мысалы, шамдардың сырты шыныдан, электр құрылғыларының сырты пластмассадан жасалады, ал өткізгіш сымның сырты резеңкемен қапталады. Сен білесің бе? Электр тогын жақсы өткізетін заттар мен материалдар жылуды да жақсы өткізеді. Электр тогын ең жақсы өткізетін металл күміс. Бірақ күміс қымбат металл. Сондықтан электр тогын тасымалдау үшін сымды мыстан, алюминийден жасайды. Алюминий мысқа қарағанда электрді нашар өткізеді. Бірақ үйге, ғимаратқа, зауыт пен фабрикаларға электр тогын жеткізу үшін алюминийді қолданады. Себебі алюминий мысқа қарағанда арзан. Есте сақта, электр сымының ашық жерін қолмен ұстауға болмайды. Себебі адамның денесі электр тогын өткізеді.